Келер жылдан бастап мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін білу міндет. Бұл туралы бүгін үкімет отырысынан кейін орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз маслихатында мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы хабарлады. Қазір республика халқының 63% ана тілінде еркін сөйлесе, 92% орыс, 16% ағылшын тілін меңгерген. Қазір тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда. Тілді оқытумен айналысатын орталықтардың саны артты дейді мәдениет министрі. 2011 жылы олардың саны 130 болса, қазір қазақ тілін оқытатын 351 мекеме бар. Алдағы уақытта халықаралық тәжірибеге сәйкес бұл орталықтардың да қызметі таразыланып, тексеруден өтпек. Мемлекеттік қызметшілерге қазақ тілін меңгеруді міндеттеген дұрыс. Мұны 2015 жылдан бастап орталық және жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларына сатылы түрде қазтест жүйесін енгізу арқылы шешеміз.